Саламатсыздар ме? Қазақ технология және бизнес университетінің технология және стандарттар кафедрасының аға оқытушысы Карманова Гүлбану Қалқызы. Біз өтетін пәннің аты өнімдері өңдеу үшін технологиялық машиналар мен жабдықтар. Бізге берілетін осы семестрде 5 кредит сағаты беріледі. Сағат күнде ол 150 сағат. Аптасында бір рет бізде дәріс болады, және 2 рет практикалық жұмыс болады. Білім алушылардың өзіндік жұмыстарына 90 сағат бөлінеді. Аты жөнімді жазып алыңдар. Карманова Гүлбану Қалқызы. Енді қысқаша сипаттамасын айтайық өзіміздің пәніміз туралы. Пән өндіріс техникасы мен әртүрлі құрал жабдықтары жобалау мен есептеуге қажетті теориялық білім негіздері болғандықтан, өркениетті техникалық құрал жабдықтарды жасауда және қолдануда қажетті болып табылады. Пәнді оқып үйрену мақсаты тамақ өнеркәсібінің және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының технологиялық жабдықтарын пайдалануға байланысты білім алушылардың өндірістік техникалық жобалық және зерттеу қызметтеріне дайындау, технологиялық жабдықтарға байланысты инженерлік есептерді шешу үшін жалпы техникалық, жалпы ғылыми пәндерінің сияқты дайындық нәтижелерін пайдалану үйрету. Міндеттері машиналар мен аппараттардың негізгі жұмыс атқару теорияларын және олардың негізгі технологиялық параметрлерін есептеу әдістерімен оқытып үйрету. Қайта өңдеу тамақ өнеркәсібінде мен қоғамдық тамақтандыру жабдықтарының негізгі типтерін, принципті схемаларын білдіру және оларды жіктей алдыру, жабдықтардың құрылымын, пайдалану ерекшеліктерін, жүктеу шегін, қауіпсіздік техникалар мен өндірістік санитариясын, жабдықтарды пайдаланғанда сыртқы қоршаған ортақ қойылатын талаптарды, жабдықтардың техникалық сипаттамалары мен негізгі көрсеткіштерін білдіру. Оқитынымыздың нәтижесінде өнімдерді және өңдеу үшін технологиялық машиналар мен жабдықтар пәнінің бағдарламасы студенттердің өз білімдерін төмендегідей сұрақтарды білу арқылы тереңдетуге пайдаланылады. Өндірістің қазіргі жағдайы және оның болашақта даму жолдары туралы, және әртүрлі өнеркәсіптік технологиялық машиналардың қазіргі жағдайы және дамудың негізгі ғылыми техникалық мәселелері туралы, технологиялық машиналарды есептеудің және құрастырудың принциптері мен тәсілдері туралы, механикалық жабдықтардың құрылымы және өзара байланысы мен оның функционалдық тағайындалуы туралы, технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау, ақпараттық жобалау және пайдалану саласындағы қолданбалы программалар пакеттері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындарында салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етудің заңды актілерін, тәсілдері мен құралдарын жүйесі туралы. Пәннің бағдарламасы білім алушыларға өз білімдерін төмендегідей сұрақтарды білу арқылы тереңдетуге пайдаланылады. Технологиялық жабдықтардың тиімділігін талдауға арналған тәжірибелік мәліметтерді, статистикалық өңдеу тәсілдерін, шығарылатын өнімдердің ақауларын пайда болу себептерін бағалау тәсілдерін, технологиялық машиналар мен жабдықтарды, тізбектерді қосып құрастыруды, машиналар мен аппараттардың жұмыс органдарының оптималдық құрылымын анықтау тәсілдерін, және технологиялық жабдықтардың құрылымымен жұмыс атқару принциптерін, олардың жіктелінуін, пайдалану ерекшеліктерін, ағынды тізбектер құрастырудағы инженерлік негіздерін, жабдықтарды тексеру, ұйымдастыру негіздері және технологиялық жабдықтардың жұмыс режимінің алынатын өнім сапасын тексеретін әсерін. Білім алушылар білу қажет материалдар сипаттамаларын, бұйымдарды өңдеудің прогресті тәсілдерін, бұйымдарды өңдеу тәсілдерін, материалдар қасиеттерін зерттеу әдістерін. Және сендер білу керексіздер, әртүрлі тамақ өнімдерінің өндіретін, қайта өндіретін технологиялық жабдықтарды пайдаланудың озық әдістерін, технологиялық жабдықтардың тиімділігін талдауға арналған тәжірибелік
мәліметтерді, статистикалық өңдеу тәсілдерін, шығарылатын өнімдердің жабдықтарын, технологиялық жабдықтардың жұмыс режимінің алынатын өнім сапасын тигізетін әсерін, жабдықтарды тексеруді ұйымдастыру негіздерін, сөйтіп жабдықтардың түрлерін, қалай жұмыс істейтін, құрылдарын, құрылымын анықтау тәсілдерін сіздер білу міндеттісіздер. Енді біздің дәрісіміздің бірінші тақырыбымыз машиналар мен аппараттар технологиялық кешендердің құрамы бөлігі. Тамақ өнімдердің машиналық технологияларын ұйымдастыру. Біздің бүгінгі сабағымыздың жоспары бойынша механикалық жабдықтардың түрлерін білу керексіздер, беріліс механизмдерді және электрлі жетектер туралы мағлұмат. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында қолданылатын машиналар мен механизмдері, жұмыс циклінің құрылымына атқаратын міндет түрлерін, технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру дәрежесіне, өндіруге берілген өнімдердің, заттардың және түрлері мен ерекшеліктерін қарап тоқтайды. Машиналар мен механизмдер жұмыс циклінің құрылымына қарай үздіксіз және кезеңмен жұмыс істейтіндер болып бөлінеді. Үздіксіз жұмыс істейтін машиналар мен механизмдерге өнімдерді тиеу, өңдеу және шығару жұмыстарды тоқтаусыз атқарылады. Яғни өнімдер тоқтаусыз жұмыс камерасына түседі. Оның бойымен жылжи отырып, сол мезетте машинаның жұмыс тетіктерінің әсеріне ұшырайды. Бұдан соң жұмыс камерасынан шығарылады. Өндіруге тиісті өнімдердің түріне және ерекшеліктеріне қарай машиналар мен механизмдерді мынандай топтарға бөледі. Көкөніс және картоп өңдеуге арналған сұрыптағыш, жуғыш, тазалғыш, көкөніс кесетін, үгіткіш, көкөністерді толассыз қайта өңдеп шығарылатын машиналар. Ет және балық өңдеуге арналған машиналар, ет шапқыш, фарш араластырғыш, ет тұрғыш, сондай-ақ котлет жасайтын, құятын, балық тазартатын машиналар. Қамыр және крем дайындауға арналған машиналар, сепкіш, қамыр елегіш, қамыр жайғыш, араластырғыш машиналар. Жалпы және мамандырылған жұмыстар атқаратын универсалды тораптар, нан және гастрономиялық өнімдерді кесуге арналған машиналар, ыдыс-аяқ жуатын машиналар, жүк көтергіш тасымалдау машиналары. Машиналардың негізгі бөлшектері: машинаның өзі, двигатель беріліс және атқарған механизмдердің жиынтығы болып табылады. Олардың өзі көптеген тетіктерден құралады. Тетік құрастырылмай жасалған машинаның тұтас бір бөлігін айтады. Ол бірінші бөлшектердің байланысына торап аталады. Әртүрлі машиналардың торабына қарай отырып, олардың құрамына біркелкі тетіктердің немесе ортақ қызмет міндет атқаратын бөлшектердің біліктер, ось, тіректер, подшипниктер және тағы да басқа көптен келетіндігін аңғаруға болады. Кейбір бөлшектер машиналардың белгілі бір түріне ғана арналған. Бұлар арналу міндет атқаратын тетіктер. Берілістер деп электр двигательдің белгіленген айналу қозғалысын жұмыс тетіктерінің бірігіне беретін механикалық құрал. Онымен қоса, берілістер жетекті біліктің айналу жылдамдығын өзгертуге, қозғалысты кері бағытуға және қозғалыстың бір түрін екіншісіне алмастыруға мүмкіндік береді. Айналысты беретін бөлшектер бекітілген механикалық берілістердегі білікті жетекші, ал айналуды қабылдайтын бөлшектері бар білікті жетектігі білік деп атайды. Берілістің өзі ілінісуі тісті, кербякты, шынжырлы және үйкелесу фрикциялық ременді және қайысты болып бөлінеді. Электр жетектерінің түрлері:
Бұлар да жеке немесе универсал жетектер деп бөледі. Жеке жетектер атқарушы бір механизмді, ал универсалды жетектер алмасып отырып, бірнеше атқарушы механизмді қозғалысқа келтіру үшін қолданылады. Универсалды жетектер жалпы және арнаулы міндеттер атқаратын болып бөлінеді. Жалпы міндет атқаратын жетектерді бірнеше цехтарда, арнаулы міндет қызмет атқаратындар бір ғана цехта, көкөніс, ет, тәтті тағамдар цехы пайдаланылады. Универсалды жетектердің жеке жетектердің қараған экономикалық тиімділігі едәуір жоғары болады. Универсал жетектерді қолдану өндірісі саласын үнемдеуге, жұмыс уақытын ұзартуға, оларды дайындау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін кететін шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Енді осы тақырыбымыз осымен аяқталды. Енді осы тақырыбымызды біз игеру үшін осындай сұрақтарға сіздер дайындалып келу керексіздер. Машина және аппарат дегеніміз не? Айырмашылығын сіздер білу керексіздер. Және мерзімді әрекетті машиналар қалай жұмыс істейді? Үздіксіз әрекетті машиналар қалай жұмыс істейтін? Толық ақпарат айтып бересіздер. Қандай жабдықтар кіреді екен? Автоматтандырылмаған машиналар, қарапайым машиналар қалай жұмыс істейді? Жартылай автоматтандырылған машиналар жұмысын айтып бересіздер. Және автоматтандырылған машиналар ерекше солардың жұмыстарын айтып тоқтырасыздар. Өнім өндіру бойынша негізгі операцияларды орындайтын жабдықтар қалай жұмыс істейді? Соңғы операцияларды жүзеге асыруға арналған жабдықтар қалай жұмыс істейді? Қолданылатын әдебиеттердің технологиялық оборудование Курочкин, Лященконың кітаптары бар. Және Арустамовтың оборудование предприятия торговли деген кітабы бар. Оборудование предприятия пищевой промышленности, перерабатывающей промышленности Алимардовтың бар. Осы кітаптармен біздің кітапханада қолдануға болады. Олар бар. Рахмет назарларыңызға. Сау болыңыздар.